құрметті ағайын. Енді мен қазір мына сағақты тоқып бітірдім, 50 жол айналдым. Енді қазір жаппай оң тоқып бастадым. Және де мен бұл жерде 8 жіп қосуым керек. 60 жіпті 4-ке бөлдім. 4 білтегеште 15 жіптен тұр қазір. 15 жіптен 8-ді 4-ке бөлгенде әрбір білтегеште 2 жіптен қосылу керек. Енді тоқып бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді жіпті астынан көтереміз. Мынау сол қолдағы білтегешпен көмектесіп отырып, айқастырып тоқып аламыз, іліп аламыз. Мынау менің қосылық жіп қосқан жерім. Кішкене былай ширатып жіберу керек. Келесі тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6 жіптен кейін 7 жіптен кейін мінекей былай айқастырып астынан аламыз да айқастырып былай іліп аламыз. Үш, 4, 5, 6, 7. 7-ден кейін астынан жіпті көтеріп аламыз да айқастырып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айқастырып тоқып аламыз. Мінекей, бізде барлығы 68 жіп қазір тұр білтегеште. Осыны 8 жол жүріп көтеріп тоқимыз. Содан кейін өкше шығарып бастаймыз. Мінекей, мен 8 жол жүріп аяқтадым. Енді өкше шығарамыз. Өкше шығару үшін мына жерден 33 жіп бөліп аламыз. Өйткені мұнда 33 жіп болды бірінші сыңарында шұлықтың. Сонымен бірдей болу үшін біз 33 жіпті 24 жол тоқып шығамыз. Ол үшін міне мен мынау жолдың мынау бастамасы, сол жерден бастап мен 33 жіп санап аламын. Мұнда менде 17 жіп, мұнда 17 жіп, 34 жіп болып кетті. Сондықтан бір жіпті мен мына білтегешке ауыстырам. Сөйтіп 30 жіпті тоқимын. Ki 33 жіп. Тағы да санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 33. Енді осы екі білтегеште біз 33 жіпті бөліп алдық. Енді кері айналдырамызды, теріс жағынан теріс тоқимыз.
оң жағынан оң тоқыдық, енді теріс жағын мінекей бірінші жіпті іліп алдық, енді теріс тоқимыз. Осылайша оң терісін қосқанда барлығы 24 жол жүреміз, тоқып шығамыз. Оң теріс, оңын оң тоқимыз, терісін оң жағынан оң тоқимыз, теріс жағынан теріс тоқимыз. Сөйтіп барлығы 24 жол тоқып шығамыз. Биіктетіп осылай 24 жол. Міне мен 24 жол тоқып болдым. Мінекей мына өкшенің 24 жол тоқып болдым. Енді иіп өкше шығарамыз. Ол үшін бірінші 10 жіпті мен тоқып алам. Іліп алам бірінші жіп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл бір жақ шетінде, бір жақ жанарында, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, кейін кетіп қалдым. 1, 2, 3, 4, міне 9 жіп тоқып алдым. Енді кемітіп бастаймыз. Ол үшін 2 жіпті бірге тоқимыз. Іліп алғаннан кейін тартып жөндейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тінін жоғалтпаймыз. Іліп алып, қайтадан жөндеп қоямыз. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Мына жағында 1, 2, 3, 4, 5. 9 жіп қалды. 9 жіп қалды. Мына жағын санаймыз. 1, 2, 3, 7, 12. Ойбай. Ортасында 13. 1, 2, 3, 4, 1. Камераны стоп қалым кешірім өтінем. 9 жіп қалады. Мына нені қысқартқан кеміткен кезінде мына жіпті сол жаққа бұрып аламыз. Енді 13 жіпті тоқып шығамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тінін жоғалтып отырмын. Тінін жоғалтпай тоқыңыздар. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Енді 13. 13 дедік қой. Енді тағы 13 бір жіп қайттан тарқатамыз да, мына жіпті іліп аламыз бір-біріне. Мінекей мына тоқылмай кетті, жаңа 9 жіп мына жерде қалды. Енді бұны біз оңға қарай қисайтып кемітеміз. Сонда мынау 13 жібіміздің екі жағынан мынандай тік мынандай жол болып кемітіледі.
аяғына дейін тоқышайын, сосын қайттан. Камера дұрыс болмай тұр, кешірім өтінемін. Енді міне соңына жеттік. Мынау жаңағы кеміткен жібіміз, мынау 13-ші жібіміз. Енді соны біз былай да алсақ болады. Мына бірінші мына кемітетін жіпті тоқып алып, сосын жаңа біздің өзіміздің тоқып отырған 13-ші жібімізді былай кигізсек те болады. Сонда бұл жаңағы өріліп 13 жіп ортасындағы айқын көрініп тұрады. Кетіп бара жатырмын, неге сөйлеп отырып, кешірім өтінемін. Неке басында бірінші жіпке қайттан келдік. Енді біз бұны оңға қарай қисайтып тоқып аламыз. Кішкене ыңғайсыздау бірінші жіп дегенмен де некеңіз. Бүйтіп тартып орнына келтіреміз. Сөйтіп 13 тағы да тоқылады. Ыңғайсыздан кетіп қалды. Астындағы жіп тоқылмай кетіпті. Бір жібі үстіне шығып кетті. Болып тұрады енді ондай. Қате барлығыңызда да болатын шығар. Енді барынша жаңағы сауатты жазуға тырыстым. Мінекейіңіз, мына жіпті іліп алдық. Мынау қысқаратын жіпті тоқып алып, мынау негізгі жіпті үстінен кигізіп аламыз. Сонда міне мынандай жол болып, мінекей иіліп келе жатыр. Өкше болып, мінекей иіліп келе жатыр. Өкше болып. Мінекей тағы да жіптің басында тұрмыз. Тағы да мінекей мынау тоқылмай тұрған жаңағы 10 жібіміз тұр. Енді осыдан бір жіпті іліп аламыз да, былай бірге тоқимыз. Мына екі жіп өкшенің 13 жібімен қосып, былай қысқартамыз. Сонда біздің мына жібіміз азайып келе жатыр. 10 жіптен мінекей 6 жіп қалды.